Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Қоғам арасында үлкен дауғаласқан билік партиясының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек пен Демпартия жетекшісі Жанболат Мамай арасындағы сот үкімі шықты. Айға созылған айтулы мәселеге талай қоғамдық сарапшылар пікір білдіріп үлгерген болатын. Сот барысында сіздерге арнайы ұсынып отырдық. Сонымен басынан аяғына дейін бір шолу жасап өтсек. Даудың басы Дайрабайдың көк сиыры. Белгілі қоғам белсендісі Жанболат Мамай мырза билік өкілдерінің былығын әшкерелейтін арнайы видеороликтер жариялай бастады. Кезекті санында Нұр Отанның Назарбаевтан кейінгі екінші адамы саналатын Бауыржан Қадырғалиұлына байланысты болды. Қаншама қыруар қаражаттармен ол әкім болған кездегі жемқорлықтарды баяндаған екен, алайда өз жауабын тез әрі қысқа қайырған Байбек мырза аталған деректерді жоққа шығарып өзінің ары таза екенін жария етті және болған іске соттың шешімі керек деген ол Мамай мырзаны дереу сотқа берді. Қоғам белсендісі билікпен келісуден бас тартып соңына дейін барамын, егер айтқандарың рас болса халық алдында тікелей эфирде дебатқа шық деп жар салған еді. Бірақ Бауыржан мырза ондай дебатқа дайын болмаған секілді. Алматыдағы Әуезов аудандық сотына жіберілген іске 2000 беттен тұратын дерек апарған Жанболат Мамай мырза ақырына дейін қарсыласып бақты. Сонымен Алматы соты қаланың бұрынғы әкімі Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбектің саясаткер Жанболат Мамайға қарсы шағымын қанағаттандырып шықты. Сот шешімі бойынша Байбек Бауыржан Қадырғалиұлының Мамай Жанболат пен Иманбаева Ингаға қатысты ар-намыс, қадір-қасиет пен іскерлік беделді қорғау туралы талап арызы қанағаттандырылсын деді судья Райхан Сартаева ханым. Жанболат Мамай мен оның жары Инга Иманбай түсірген фильм және әлеуметтік желілердегі жазбалар Байбек Бауыржан Қадырғалиұлының абыройын, қадір-қасиеті мен іскерлік беделін түсіреді әрі шындыққа жанаспайды деп таныған екен. Сонымен қатар судья Жанболат Мамай мен Инга Иманбайды бұл ақпаратты жоққа шығаруға және орналастырылған материалдарды әлеуметтік желілерден және бейнехостингтен 10 күн ішінде алып тастауға міндеттеді. Ал сот шешіміне өзінің арнайы пікірін қалдырған Жанболат Мамай былай дейді: Бауыржан, соттың шешімі ол ешқандай да жеңіс емес сен үшін. Халықтың алдында сенің жемқор әрі ұры екеніңді толық дәлелдедік. Абыройыңнан айырылдың, барлық былығың шықты. Соттың материалдары өшіру туралы шешімі орындалмайды. Ол нағыз шындық. Бұған дейін адвокат Айжан Тәшенова Бауыржан Байбектің мүддесін қорғап Алматы қаласы Әуезов ауданының нөмір 2 сотында арыз түсірген. Ал Инга Иманбай сот ісіне түсініктеме беріп, өлуге дайын екенін, бірақ сөзінен бас тартпайтынын бас айтқан және Жанболат Мамай мен Инга Иманбай Байбектен сотқа оның жеке қатысуын талап етті. Ал 3 маусым күні Жанболат Мамай экс-әкімнің қарындасы Айгүл Байбектің дәл сондай фильм түсіру үшін жалпы сомасы 425 миллионға 2 мемлекеттік келісімшарт алғанын мәлімдеген еді. Қалай ойлайсыз? Сот шешімі қаншалықты әділ өтті? Өз ойыңызды айтар пікіріңізді төмендегі комментарий бөліміне өтіп қалдырыңыз. Каналға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз.